Сәлеметсіздер ме? Мен Тұтқабай Әшімбаев атындағы нөмір 11-ші лицейдің 10-шы сынып оқушысы Сейітжанқызы Салтанат. Бұл номинация бойынша менің жобам бұл жасыл бастама, жарқын болашақ. Ең бірінші экология деген не екеніне тоқталып кетсек. Экология бұл барлығымыздың ортақ жауапкершілігіміз. Қазіргі таңда экология мәселесі бүкіл адамзат үшін өзекті, табиғат тіршіліктің негізі. Яғни біздің барлық табиғатпен байланысымыз өте берік. Сондықтан табиғатты қорғау әрбір адамның міндеті. Бұл бағытта мектеп экологиялық тәрбиенің алғашқы орны. Мектеп қабырғасында қалыптасқан жасыл мәдениет оқушылардың болашақтағы өмірлік ұстанымына айналады. Яғни кішкентай кезінен экологияға оң көзқараспен қарап келе жатқан оқушы өсіре келе ол қоршаған ортаны қорғап, яғни аялап біледі. Аялап білуді меңгерген болып өседі. Келесі бізде жобаның өзектілігі неде? Қоршаған ортаның ластануы адам денсаулығына тікелей әсер етеді. Яғни сіздің, менің денсаулығым бұл қоршаған ортадан, яғни қалай айтсақ болады? Қоршаған ортаға байланысты. Міне, сіздің, менің және денсаулығым қоршаған ортаға өте байланысты, себебі біздің ең төмен дегенде тыныс алатын оттегіміз осы қоршаған ортаға, өсімдікке байланысты шығады. Яғни, мысалға айтып өтсек, экологиялық бір проблеманы айтайық. Ол ауаға шығатын көмірқышқыл газы. Бізде көліктер бар, өндірістер бар және тағы да басқа көмірқышқыл газын көп мөлшерде шығаратын орындар бар. Бұл көмірқышқыл газын біздің тыныс алу жүйемізге кері әсерін береді. Осылайша біз қоршаған ортаның ластануы, біз өзіміз ластап отырып, ол өзімізге де кері әсерін әкеледі. Қалаларда жасыл аймақтардың азаюы экожүйеге қауіп төндіреді. Яғни, қазіргі немесе қалаларда жаңадан өндіріс орындары салынып жатыр, жаңадан тұрғын үйлер салынып жатыр, басқа да құрылыс объектілері салыну арқылы бізде өсімдік жан дүниесін үстіне салып тастаймыз, яғни топырақтың үстіне салып тастаймыз, ал сол топырақтан өсімдік өспейді. Яғни өсімдіктің өсу ауқымы азаяды. Қаланың ортасында, яғни жасыл аймақтар азаяды. Бұл неге алып келеді? Манағы айтқан денсаулықтың, яғни тыныс алу жүйесіне кері әсеріне алып келеді. Себебі біз көмірқышқыл газымен тыныс алып жүреміз. Бұндай мегаполистерде жасыл аймақтардың азаюы әсерінен. Ендеше оқушылар арасында экологиялық мәдениет жеткіліксіз қалыптасқан. Яғни, қазіргі таңда көптеген жобалар, акциялар өткізіліп отырғанымен, олар үлкен қызығушылыққа ие емес. Яғни, мәдениет жеткіліксіз қалыптасқан деп есептеймін. Ең бірінші экологиялық бұл өзекті мәселелерді шешудің бастамасы экологиялық білім беруден басталады. Экологиялық білім бұл табиғатты қорғаудағы алғашқы қадам болып саналады. Яғни, оқушыларға табиғатты аялау мәдениетін ерте жастан қалыптастыру маңызды. Қазіргі таңда ересектердің өзі, мысалға айта кетсе, қарапайым қоқысты жерге тастаумен өткізеді күнделікті. Бірақ біз қазіргі болашақ ұрпаққа басқа нәрсені үйрете келсек, яғни жерге қоқыс тастауға болмайды, оның қандай әсері, қандай кері әсерін беретінін, және де қандай нәтижеге алып келетінін көрсете отыра, яғни экологиялық білім беру арқылы біз оқушыда сол қоқысты жерге тастамау әдетін қалыптастыра аламыз. Міне осылай аз-аздан үздіксіз жобалар мен экосабақтар арқылы экологиялық сауаттылық дамиды. Яғни біз оқушыларды экологиялық жаһандандыру арқылы, мысалға, экологияда ненің дұрыс, адамның қандай әсері бар, біздің қолымызда қандай кері әсер тигізетін антропогендік істер жасалып жатырғанын айту арқылы біз олардың сауаттылығын дамытамыз.
Енді келесі зерттеудің мақсатын айтып өтсек, басты мәселе оқушылардың экологиялық санасын қалыптастырудағы шаралардың маңыздылығын айқындау. Менің айтқым келгені, бұл мақсат неге маңызды деген сұрақ қойып көрейікші. Сонда біз бұл мақсаттың өзектілігін біле аламыз. Себебі қазіргі таңда бұл мәселе бойынша тиісті шаралар қабылданып жатқанымен көбінесе белсенді атсалысу деңгейі төмен. Осы деңгейді арттыруда не істеу қажет деген сұрақ негізге алып мен зерттеу жүргізген болатынмын. Бұл мәселені шешу барысындағы тиімді шешімдерге келсек, яғни ең бірінші мен айтқым келетін бұл сөзден іске көшу. Тек тәрбие сағаттарымен шектелмей жүйелі нақты іс-шараларды ұйымдастыру. Бізде оқушы оны естігенімен оған ол қалыптаспауы мүмкін. Сондықтан біз оны көрсетіп, қолына ұстатып, мысалы табиғатқа шығарып, табиғатпен байланыстырып, экология деген не екенін көрсетуіміз керек. Яғни оның маңыздылығын да олар көзбен көру арқылы түсінеді. Екіншіден, оқушыларды белсене қатыстыру, қарапайым, түсінікті бастамалар. Яғни экскурсиядан бастайық. Мысалы қаладағы көгалдандырған жер, яғни жасыл жерлерге апарып, немесе сіздің қалаңыздағы, яғни ең көрікті жерлерге апарып, табиғаты сұлу жерлерге апарып, ең бірінші оларға осындай табиғатты құртып алмаудың маңыздылығын түсіндіру керек. Нәтижесі көрінетін жобалар келесі. Бізде нәтижесі көрінетін, яғни үлкен глобальный, үлкен ауқымды мәселелерді қарастырып қажеті жоқ. Біз ең бірінші өзімізден кішкентай нәрседен бастауымыз керек. Мысалы, қоқыс лақтыру, ластау, су үнемдеу, соның барлығы нәтижесі көрінетін жобалардың бірі. Яғни қарапайым түсінікті бастамаларға жатады. Келесі біздің осы тұста менің айтқым келгені, барлық мектеп белсене қатыспайды деген келмейді. Белсене қатысып отқан мектептер де бар. Оның бірін өзімнің мектебімді алсам болады, біздің мектеп тәжірибесін айтқым келеді. Себебі жасыл мектеп, жасыл жобалардың барлығына белсене атсалысамыз. Біздің мектеп тәжірибесіне көрсек, бұл жерде жаңа айтып өткендей Қаракөл сенбілігін көре аламыз. Қаракөл сенбілігіне бару арқылы біз осы Маңғыстау облысының Ақтау қаласындағы көрікті жеріне барып, теңіздің жағалауын тазалап келген боламыз. Яғни қоқысын жинап, сенбілік жасап келдік. Осы тұста бізде мұғалімдер де, оқушылар да белсене қатысқан болатын. Осылайша біз жас оқушыларда экологияға деген, қоршаған ортаға деген көзқарасты, яғни оң көзқарасты қалыптастыра бастадық. Яғни экологияның маңыздылығын түсіндіре алдық. Осылайша бірте-бірте аз-аздан үздіксіз. Келесі бізде тек қана экскурсия сенбіліктермен шектелмеуіміз қажет. Экологиялық білім беру аясында осындай үлкен фестивальдар жасаған болатынбыз. Осындай фестивальдар жасау арқылы біз балалардың қызығушылығын одан сайын арттыра аламыз. Бұл балалардың қызығушылығы артқан сайын ол экологияның маңыздылығын түсіне бастайды, ой өзегіне сіңіре бастайды. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай, оқушылар қызығып бұл фестиваль аясында осындай экологияға әскері әсер тигізетін макет жасап келген. Ал мына жерде осы табиғатқа байланысты қойылым қойып, табиғатқа байланысты сұрақ жауап ойындарын ойнау арқылы бұл біздің жобаға ене алды. Яғни біз жобаны іске асыра алдық, оқушыларға осындай экологиялық сананы, тәрбиені, білімді бере алды. Осы тұста көріп отырғандарыңыздай, мен де бұл фестивальға қатысқан болатын. Келесі бізде жасыл мектеп. Бірінші видеоға назар. Ақтау қаласындағы Тұтбай Ғаббайұлы 11-ші лицей 1977 жылы алғашқы қазақ мектебі бой көтерді. 47 жыл тарихы бар қашаңырақта 103 педагог қызмет етіп, 1370 оқушы білім алуда. Ұлттың нәтижесі бойынша көш бастап тұрған мектебіміз бүгінде экологиялық білім
табиғат пен өз білім ұйымы облыстық байқау қатысушылар тізімінде. Байқау жолында мектептің мақсаты мен міндеті айқын. Лицей ата-ана, оқушы, мұғалім өз үлестерін жыл сайын қосуда. Лицей дәрісінде бұл студенттердің саны 511, оның 42 түрі бар. Лицей қабаттарында 6 мүйісі сақталған. Табиғат әсемдік әлемі мүйісінде сарқырама, қасқырдың, дала құстарының кептірілген топтарынан балық, тасбақа және тағы басқаларын көруге болады. Сонымен қатар жасыл желек мүйісінде қабаттың қабырғалары табиғи кепкен өсімдіктерден жасалған, қол өнер жұмыстарымен де әсемделген және түрлі бөлме өсімдік гүлдері, эстетикалық гүл қондырғылары орналастырылып, көптеп көмкерілген. Осылайша біз жасыл мектеп жобасына мектебіміздің 3 одағы болып қатысқан болатынбыз. Бұл жобаға ата-аналар да, ұстаздар да, оқушылар да қатысты. Осылайша біз барлық оқушыларға да, ата-аналарға да, мұғалімдерге де экологиялық осындай үлкен іс-шараға қатысуына себепкер болдық. Яғни олар жақынырақ қоршаған ортаға жақынырақ бола түсті. Келесі бізде экобастамаларымыздың бірі бұл крышечки доброты, яғни мейірімді қақпақтар. Біз бұл бағытта мектеп таза лайк мекемесі арасында арнайы келісім шарт жасалып, мектеп аумағына пластикалық бөтелкелер мен қақпақтарға арналған арнайы сұрыптау жәшіктері қойылған болатын. Осы таза лайк компаниясымен, мекемесімен, яғни біздің осы жобамыздың келе жатқанына мінекей 4 жыл болды. Осы бөтелке қақпақтарын жинауға арналған арнайы қорапшалар қойылып, пластик бөтелкелерді жинауға арналған торлар орнатылды. Осыған дейін 4 жыл ішінде қаншама қақпақтар, қаншама бөтелкелерді өңдедік. Осы өңдеу арқылы біз экологияға деген қандай әсер тигіздік. Яғни біз бұл жобамыз арқылы оң әсер тигізе алдық деген үміттеміз. Оған дәлел біздің таза лайк мекемесінің атынан берілген грамоталар. Келесі бұл бізде кішкентай қадам болып саналады. Яғни біз экологиялық мәселені шешуді үлкен мәселелерден емес, кішкентай қадамнан бастауымыз керек. Мысалы, дәл осы қақпақты жинап, әкеліп, сол қорапқа салу бізде ойынға айналды. Ойын арқылы экологияға үлес. Яғни балалар әрдайым қақпақшаларды үйден қызығушылықпен әкеледі, достарымен бөліседі және өз үлестерін қосқанына қуанады. Олар үшін бұл ойын, ал ересектер үшін табиғатты қорғаудың кішкентай қадамдардан басталатын көрсетудің бір мүмкіндігіне айналды. Осы тұста дәл осы таза лайк компаниясы ұйымдастырып отқан крышечки доброты, яғни мейірімді қақпақтар жобасына парламент мүшесі ретінде мен белсене қатысқан болатынмын. Яғни осыған дейін осы крышечки доброты, яғни мейірімді қақпақтардың жобасына белсенді қатысушысы ретінде өзімді танимын. Келесі бізде осы таза лайк ұйымдастырған байқауында біз қағаз ізі жобасымен грант ұтып алған болатынбыз. Яғни ол қағаз ізі жобасын ұйымдастырып, оны қорғау арқылы біз 300.000 теңге көлемінде сыйақы ұтып алдық. Ол сыйақыға біз осындай жәшіктер алған болатынбыз. Бұл жәшіктер оқушылардың экологиялық мәдениет қалыптастыру, қалдықтарды сұрыптау мен қайта өңдеуге деген жауапкершілікті арттырудың бастауы болды. Жоба аясында мектептің әрбір кабинетіне дәл осындай жәшіктер қойылып шықты. Шыны керек, мектеп бұл қағазды көп қолданатын мекемелердің біріне жатады. Себебі біз оқимыз, ол мүмкін дәптер бітіп қалады, мүмкін жаңағы бізде A4 форматындағы қағаздарымызға шығарылған нәрселер басқаша шықпауы мүмкін. Дәл осы кезде біз осы қағаздарды сұрыптау жәшігіне саламыз, және де ол толған сәтте оны өңдеуге жібереміз. Келесі бізде қорытынды.
яғни менің айтқым келгені жасыл бастама экологиялық сананы қалыптастырудың тиімді жолы. Бұл жоба арқылы біз табиғатты қорғау мен әлеуметтік жауапкершілікті ұштастыра алатынымызды дәлелдедік. Осы тұста зерттеу қорытындысы бойынша экологиялық акциялар мен жобаларды қамту саны аз екенін түсіндік. Яғни олардың саны көп болғанымен қатысушылар саны аз. Міне қай жерде бізде мәселе басталды және мәселенің шешуін ұсынғым келеді осы тұста идеямды. Мысалға айтып кетсек, ол мәселені мен қайдан көрдім? Мысалы 2024 жылы оқу жылдары 1183 оқушы қамтылды. Яғни бұл жобалар мен акциялар барлығы 1183 оқушы қамтыды. Бұл негізі төмен көрсеткіш. Ал мұндай жобалар үздіксіз жасалғанда ғана табиғатты қорғау өмірлік ұстанымға айналады. Ал оң жобалар көп жасалу үшін, ауқымды жасалу үшін бізде қызығушылық, яғни адам саны, қамту саны көп болу керек. Осы тұста экологиялық мәдениетті жоғары белсенді ұрпақ тәрбиелеу бүгінгі ең маңызды міндеттердің бірі болып саналғандықтан, мен осы мәселеге жаңа шешім ұсынып едім. Яғни біздің мектепті үлгіге алып, өз мектебімді үлгіге алып, қалай және қандай бастама жасау керектігін, оның маңызын, нәтижесін баяндағым келеді. Осылайша менің жобам аяқталды. Назарларыңызға рахмет.